Құрметті оқырман, бүгін біздің қозғайтын әңгімеміз жаңа түскен келін туралы болмақ. Арнама тіркеліп, өз пікірлеріңізді жазып, лайк баса кетіңіздер. Әңгіменің тақырыбы үндемегеннен үйдей пәле шықты. Бәрі де сырт көзге керемет болып көрінетін бұл шаңырақта үлгілі отбасы өмір сүріп жатқандай еді. Ертеңгі шайды бір дастархан басында ішіп, кешкі асы бәрі бірге ішетін. Үлкендер сыйлы, кішілер тәртіпті. Бірақ бұл сырт көзге ғана. Жаңыл бұл үйдің келіні, 20 жасында тұрмысқа шыққан, сабырлы, көп сөйлемейтін, ешкіммен салғыласуды білмейтін, тіпті жанын жеген күйді де сыртқа шығара алмайтын, бәрін іште сақтап үндемей жүре беретін келін. Оны бұл үйге алғаш келгенде бәрі жақсы қабылдағандай болған. Қайын атасы сабырлы, қайын енесі ибалы, келінді көптен күткен, бірақ бұл жақсы қабылдау тек бірінші күндерге ғана тән болғанын Жаңыл кеш ұқты. Жаңыл келін болып түскеннен ақ бәрін дұрыс жасауға тырысты. Таң атпай тұрып шайын қойды, дастархан жайды, үйді жуды, кірін жуды, күліп жүрді. Бірақ қанша тырысса да қайненесінің көңілінен шыға алмады. Бір күні шай тәтті болды десе, келесі күні тұщы деді. Бір күні ет піспей қалды десе, екінші күні майлы дейді. Жаңыл тағы да үндемеді. Күйеуі Нұрбол тыныш, бірақ шешесіне тәуелді, айтқанынан шықпайтын еркек. Жаңыл алғашында күйеуінен жұбанышсыз деді, бірақ ол анасының алдында үні шықпайтын. Тіпті Жаңыл жылап отырса да, мама дұрыс айтады деп оның орнына шешесін жақтайтын. Жаңыл тағын демеді. Күндердің күнінде Жаңыл балалы болды, бірақ ол қуанышта ұзаққа бармады. Қайненесі балаға дараласып, былай қылыңдар, былай істе деп біліп тұрған істетпей өз дегенін істететін. Жаңыл ұйқысыз түндерде де енесінен сөз естіп жүрді. Нәрестесі жылап жатса, бала аш деп келіндігін әлады. Ана болуға жарамайды деді. Жаңыл тағын демеді. Бір күні сол үнсіздік үлкен жарылысқа кеп соқты. Жаңыл түнімен балаға қарап ұйықтамай шыққан еді. Таңертеңгі шайға сәл кешігіп келді. Қайненесі айқайға басты. Қайын атасы үндемей газетін оқып отыр. Күйеуі жұмысқа кетіп қалған. Енесі тағы жамандады, тағы айқайлады. Бірақ бұл жолы Жаңыл орнынан тұрды. Көзінде жас, бірақ түрінде қайсарлық бар. Жан жарасы шанарын өткір етіп жіберген. Ол бір ауыз сөз айтты. Жетеді. Енесі аң-таң, бұрын үндемейтін, келіннің аузынан алғаш рет қарсылық сөз шықты. Ол сөзбен бірге Жаңыл жанындағы қорқынышын, ішіндегі жарасын бәрін сыртқа шығарып жіберді. Мен ешкімге жамандық жасаған жоқпын. Үндемегенім ақымақ болғаным емес. Менің де жаным бар. Мен де адаммын. Мен де бақытты болуға лайықпын. Ол балапанын құшағына қысып, бөлмесіне кіріп кетті. Ол шоқпар болып ұстаған сабыры ақыры қарсылыққа айналды. Осы сәттен бастап бұл үйде бәрі өзгерді. Жаңыл бөлмесіне кіріп есікті жауып алды, бірақ жүрегі бір орында тұрып қалғандай. Күн шығып кеткендей болды. Өмір бойы үндемеген келіннің ішіндегі ашуы да, қорқынышты сезімдері де бір сәтте сыртқа шықты. Ол көзіндегі жасын сүртті де терең тыныс алды. Ол бүгін өзгеше болар еді. Үндемеген келіннің шекарасы бұзылған сияқты, бірақ қандай бағаға келерін білмеді. Үйде бәрі үнсіз қалды. Қайненесі, қайын атасы, күйеуі бәрі таң қалғандай болды. Бұрынғы күндердің тыныштығын бұзып, бәрі орындарынан тұрып, Жаңылдың бөлмесіне қарай беттеді. Нұрбол есікті қақты. Жаңыл оның алдында тұрды, бірақ оның көзі ашулы да әрі шешімді болды. Қанша уақыт бойы сабыр сақтап келген келін енді өз үшін күресуге дайын еді. Неге олай сөйледің деп сұрады Нұрбол. Өйткені мен тек қана сенің анаңның айтқанын орындаушы болғым келмеді. Мен де адаммын, мен де өз пікірім бар. Менің де өз құқығым бар деп жауап берді Жаңыл. Ол дауысы дірілдегенмен әрбір сөзінде мықтылық сезілді. Нұрбол үнсіз тұрды. Ол шешесінің алдында өзінің орнын табуға үйренген. Бірақ Жаңылға қарсы тұру оңай болмайтынын түсінді. Ол әлсіздік танытып үйге қайтып кетті. Жаңылдың шешімі өз өмірін өзгертуге, отбасының іштей бұзылған тыныштығына төтеп беруге бағытталған еді. Ол жүрегі ауырса да, өз жолын таңдау үшін қадам жасады. Арада бірнеше күндер өтті. Жаңылдың көзінде өзгеріс болды. Ол өзін жалғыз сезінбейтін, өзіне сенімді, күшті әйел ретінде танытты. Күйеуі жұмысқа кеткенде ол баласын бақты, үйін тазалады. Бірақ бәрі бұрынғыдай емес еді. Қайненесі мен қайын атасы үнсіз қалып, онымен ашық сөйлесуді бастады. Енесі оған бұрынғыдай ұрыспады, бірақ ішінен ренжіп жүргені көрініп тұрды. Бірақ Жаңыл ештеңеден қорыққан жоқ. Өзінің жүрегін тыңдай отырып, күн сайын жаңа бір шынайы болмысқа айналды. Ол енесі мен қайын атасы үшін тек келін болуды емес, өз адамдығын сақтап қалуды таңдады. Осылайша ішкі тыныштығын таба отырып, Жаңыл отбасының іштей өзгеруіне себепші болды. Осымен әңгімеміз аяқталды. Келесі әңгімемізде кездескенше. Бізді жоғалтып алмас үшін арнамызға тіркеліп, лайк басып отырыңыз.